Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Samsung компаниясының ақпан айында сатылымға шыққан S10 Plus смартфонына бүгін толық шолу жасайтын боламыз. Ендеше каналдан алыстамаңыз достар. Samsung компаниясы өзінің керемет 10 жылдық жаңалығын ұсынды. Галактикалық S10 Plus смартфоны керемет Gorilla классикалық парк сынаққа жебілетін керемет дисплеймен жабдықталды. Өздеріңіз көріп тұрғандай дисплей үлкейіп планшетке айнала алады. Бұның ерекшеліктері: сіз үлкейген экранда бірнеше элементтерді қатар орындай аласыздар. Басқа да керемет характеристикасына да тоқтала кетейік. Аккумуляторы біршама үлкейтілді. 4380 мА/ге дейін үлкейтілді. S10 Plus смартфонның экранына жақсартылған қанық ашық контраст түстерді берді. Смартфонды сіз күндізгі жарық уақытта қолдануға ыңғайлы. S10 Plus смартфонның алдыңғы фронталды камерасы 8 және де 10 мегапиксельді құрайды. Артқы камерасы 3, 16 және де қос 12 мегапиксельді. Технологтары S10 Plus смартфонның алдыңғы камерасының экранның ішіне орналастырды. Камера керемет HDR форматпен жабдықталды. Секундына 960 градуспен видео түсіруге қауқарлы. Оперативті жадының көлемі 20 гигабайт. Негізгі жады 1,5 терабайтты құрайды. Сондай-ақ видеоны HDR+5 форматта түсіреді. Ал S10-да фронталды камерасы 1, ал артқы камерасы 3 профессионалдық керемет камерамен жабдықталған. Камерасы керемет кіші 960 градуста түсіре алады. Сондай-ақ ультразвуктық саусақ ізі сканермен жабдықталды. Және де тағы бір ерекшелігі: S10-да өзінің программасы арқылы видеоны монтаждауға болады. Бразилиялық танымал блогер өзінің видеосын S10-мен толық монтаждап шығарды. Камерасы автофокуспен жабдықталды, ал фронталды камерасы суретте 3К форматпен керемет качестволы түсіреді. Процессоры Exynos 272 немесе Snapdragon 855. Galaxy S10-да сымсыз қуаттағышпен жабдықталды және де 25%-тен баста өте жылдам қуаттағышпен жабдықталған. Galaxy S10-да Wi-Fi 6-ны қолдайды. Егер сізде интернет желісі аз болса, автоматты түрде 2 есе жылдамдатылады. S10 Plus-тан бөлек және де S10e смартфонды маркасы да бар. Бағалары экранда көріп тұрғандарыңыздай. Тағы бір функциясын айта кетсек, сіз беспроводникті бірнеше құрылғыға қосыла аласыздар. Сондай-ақ сатылым кезінде беспроводникті наушникпен қоса сатылады. Ал наушникке тоқталсақ, наушникте 2 адаптивті микрофонмен жабдықталған. Наушникте музыканы 6 сағаттай көлемінде тыңдай аласыздар. Ал наушниктің өзі де беспроводникте қуаттағышпен жабдықталды. Өзінің қорабымен бірге қуатталады. Қорабын ашқан кезде автоматты түрде қуат беріледі. Және де компания жақында шыққан 5G интернет желісімен жабдықталды. Негізгі түстері қызыл, ала, жасыл және де қара. Ал салмақтары S10e'де 150 грамм, ал S10-да 155 грамм, ал S10 Plus-та 175 граммды құрайды. Сонымен достар, бүгінге осы. Әдеттегідей лайк басамыз, каналға жазыламыз және де жоғарыдағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.
біздің шыққан әрбір видеомызды жіберіп алмайсыздар. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.